Сәлем достар, 21 ғасырда ұялы байланыс барлық жерде болуы керек сияқты көрінген. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, кейбір жерлерде бұл мүмкін емес. Неге? Біз бүгін осындай жерлермен таныстырамыз. Кифука әлемдегі ең қауіпті жерлердің бірі. Статистикаға сәйкес, бір шаршы шақырымға жылына 158 найзағай түседі. Осыған сүйене отырып, кез келген электронды құрылғыны қолдану өзін-өзі өлтіруге теңеуге болады. Гринбэнк бұл ең үлкен телескоп орналасқан қала. Оның міндеті ғарыштан әлсіз сигналдарды қабылдау. Сондықтан электромагниттік сәуле шығаратын кез келген құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл тізімге мобильді байланыс, Wi-Fi желісі және тіпті рация кіреді. Бұл арал сыртқы әлемнен оқшауланған. Көбінесе оны жердегі бөтен орын деп атайды. Сондықтан сіз бұл жерден ерекше өсімдіктерді таба аласыз. Сокотрада 42 мың жуық жергілікті тұрғын тұрады. Мұндай халық санына қарамастан, мұнда өркениеттің артықшылығы жоқ. Ұялы байланыс немесе ғаламтор. Оймякон ауылы бұл планетаның ең суық жері. Мұнда -71 градус Цельсий тіркелген. Мұндай жағдайда барлығы дерлік қатады. Бұл температурада жұмыс істей алмайтын ұялы телефонда айтпағанда. Тұрғындар мен сыртқы әлем арасындағы байланыс өте сирек. Ұшақтар тек жазда келеді. Оның өзінде аптасына бір рет. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.